Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге керемет, өте дәмді блинчиктер жасаймыз. Мына рецептпен 10 жылдан бері жасап келе жатырмын. Проверенный, удачный рецепт, сізде жасап көріңіз. Табаға 2 жұмыртқаны жарып аламыз да. Үстіне егер бар болса ванильді сахар қосамыз, жоқ болса қоспай ақ қойыңдар. Дәміне қарай 4 ас қасықтай қант қосамыз, 1 литр сүт қосамыз, 1 шай қасық сода қосамыз. Керегінше ұн қосып, жақсылап веншікпен немесе миксермен араластырамыз. Екеуі де жоқ болса вилкамен араластырса да болады. Бүршіктерін қалдырмай араластырыңдар. Енді қайнаған су кипяток дейміз, соны 3 ас қасық қосыңдар. Сосын 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз, араластырамыз. Дайын болғанда сұйықтығын тексеріп аламын, осылай сапырып шөмішпен. Қатты қою болып кетпесін, қатты сұйық болып кетпесін, әйтпесе блинчиктарын былжырап, табаға жабысып нервті шығарады. Енді қызып тұрған табаны майлап жіберіңіздер. Шөмішпен құйып екі жағында золотистый света пісіріп аламыз. Ажурне тонкие болып шығады. Рецепт проверенный. 4-5-6 жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. 2 жұмыртқамен де күшті шығады. Сөз беремін. Заказға жасап жатырмын, бұларды ішінде шоколадный начинкамен заказ берген. Шоколадтарды ертіп аламыз осылай. Қайнаған су үйіп қойсаңыздар еріп қалады 2 минутта. Достар, менің ютубыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер блинчикті қалай жасайсыздар, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Блинчикті жайып, арасына еріген шоколадты керегінше салып, фантазияңызға қарай әдемілеп орап шығасыз. Контейнерге салдым. Заказ берген адам келіп алып кетті. Камила күшті, дәмді шығыпты деп отзыв айтып жатыр. Рецепт ұнаса комментарияға жүректерді жіберіңдер. Барлықтарыңызды люблю ой.